Бай болудың тағы бір сырымен бөлісейін сіздермен. Күшті бір сыры бар. Міндетті түрде ол үшін кәсіпкер болу шарт емес. Кез келген профессионал. Мүмкін ол повар болар, мүмкін ол әнші болар, мүмкін ол магазин жасайды, мүмкін кафе, не знаю, енді әркімде әртүрлі ғой, әртүрлі кәсіп бар, әртүрлі профессиясы бар. Вот сол жерде успешный профессионал болып, бай болу үшін бір сыры бар. Былай қарасақ, негізі барлық білім кітапта жатыр. Біз негізі сіздің кезінде өте кітапты қатты оқыған халықпыз ғой негізі. Қазір білмеймін, неге кітаптан біз алыстап кеткенімізді. Бүкіл білім кітапта. Енді қараңыз, мысалы мен общепитпен айналысамын. Общепит саласында маған 3 адамның теориясының кітабын оқысам, мысалы Макдональдс, KFC, да, и тағы да біреуді айтайық. Солардың қалай олар жасады, солай масштабқа қалай шықты, солардың кітабын оқитын болсам, мен бұл успешный миллионер боламын да, как минимум. Дәл солай сізде де кез келген салаңыздағы ең мықты топтарды алыңыз. Бәрі адам бір деңгейге жеткен кезде, материалдық жағдай жабылып бір деңгейге жеткен кезде адам бөліседі. Кез келген адам бөліседі. Кез келген миллионер, миллиардер бөліседі, өзінің білгенімен, ілімімен, опытымен, бәрімен бөліседі. Олар бәрін жазды, қағазға түсірді. Қазір социальный сеттерде бар. Вот соны алыңыз да 3 адамды. Жақсылап тыңдап, жақсылап өзіңізден өткізіңіз. Бітті, сіз миллионерсіз ғой.